Мына жерде мынандай хаттар келіп тұр, иә. Мен балама ренжіп жүрмін. Өте мұқият тыңдаңыздар. Сабаққа қатысушылар, мұқият тыңдаңыздар. Мені мұқият тыңдап алсаңыздар, бұл методика сізге өмір бақи керек болады. Осы жерде жас қыздар отыр. Тұрмысқа шықпаған қыздар отыр. Тұрмысқа шықпаған қыздар. Олар білмейді, қайын сіңлімен проблема болады, қайынмен, енемен проблема болады деген түсінбейді. Даже олардың қазір миына кіріп шығып жатқан жоқ, күйеуі измена жасауы мүмкін. Ол күйеуге тигеннен кейін оянатын қорқыныштар. Біз изменаға байланысты, предательствоға байланысты біз жұмыс жасаймыз, иә? Жұмыс жасаймыз. Қараңыздар, қараңыз. Бір қазір өте бір күрделі методика айтамын, өте мұқият тыңдаңыздар. Мен өзім осы методикамен жұмыс жасағам. Адамның бойында, тағы айтылып айтам, адамның бойында реніш көп болса, ол ақша таба алмайды. Ақша таппаса, қайта минусқа кетіп қала береді. То кредит ала береді, қарыз ала береді. Реніш адамның потогын өте қатты жабады. Өте қатты жабады. Адамның бойындағы травмалар бізде өмірде көп мешайт етеді. Бүгін қызық болды. Мен екі адамға развод жасадым. О Аллахтың құдіретін айтайын. Екеуі де баспана алудан проблема деген бір запроспен келіп тұр. Бірінің артынан бірін. Көрдіңіздер ме, энергетика қалай жұмыс жасайды? Екі адам қабылдап тұрмын, екеуі бір запроспен келіп тұр. Екеуі де бір запрос. Екеуі де үй ала алмаймыз дейді. Екеуі де ақшаны жақсы табады. Қызықтарыңыздаршы. Өте қызық, иә. Енді қараңыздар, бір қыздың өзінің рұқсат еттім, айтыңыз деді, соны айтып берейін, иә. Ол қыз үлкен үй ала алмаймыз дейді. 2 бөлмелі үй дейді. Енді Алматыда 2 бөлмелі үйді саттық, тағы да 2 бөлмелі үй алдық дейді. Нет, 3 бөлмелі үй алсақ болады ғой дейді. Жоқ, 2 бөлмелі үй алып тұрмыз. Қараңыздар, былай қарасаң, сол бір ойланатын нәрсе емес қой енді. Ақшасы сол 2 бөлмелі үйге жеткесін 2 бөлмелі үй алды деп ойлаймыз. Оказывается, бұл қыздың мамалары ауылда өскен, сөйтіп қаладағы нағашылардың үйінде. Нағашылар өте жағдай күшті болған, үлкен үйде тұрған. Сонда нағашы апайы күйеуімен өте көп ұрысады екен. Ал өздері қарапайым ғана ауылда жер үйде тұрады, кішкентай ғана үйімізде тату-тәтті әке-шешесі ұрыспаған, былай қарағанда. Қараңыздаршы. Сонда мына қыздың миында программа кеткен. Үй үлкен болғанда не пайда? Оның ішінде бақытты сәт болмаса. Яғни үй үлкен болса, қараңыздар, үй үлкен болса, адамдар бақытсыз болады. Үй үлкен болса, адамдар көп ұрысады деген программасы бар болып шықты. Ойлаңыздаршы. Вот көрдіңіздер ме? Енді ештеңке бекерден бекер емес. Ештеңке, қараңыздар. Сіз қазір жаңа айтып қалды ғой, ініме ренжіп жүрмін, күйеуіме ренжіп жүрмін деп. Енді терең дыхательный упражнение жасаймыз. Сіздің қазір ренжіп жүрген адамыңыз көз алдыңызға. Келініңіз ба, сізді ренжітіп жүрген адам кім? Сол адамды есіңізге түсіріңіз. Дәл қазір сіз кімге ренжіп жүрсіз? Сол адамды көз алдыңызға елестетіңіз. Енді көзіңізді жұмып, расслаблен состояние өтсеңіз, түп сана сізге көмектеседі. Сізді ренжіткен адамды елестетіп тұрып, сол адамды жоқ қылып алып тастасаңыз, соның артында балалық кезде сізді тура солай ренжіткен адам шығады. Кәні кім осы методиканы жасай алады, ол мощный результатқа жетеді. Кәнекей, кім жасай алады екен осы методиканы? Кім жасады? Кімнің қолынан келді екен? Кімнің қолынан келді? Сіздің қазір күйеуіңіз сізді ұрады, күйеуімізді алып тастағанда оның артынан кім шығады? Терең демаламыз. Сізді ренжітіп жүр, енеңіз ренжітіп жүр, алып тастағанда оның артынан кім шығады? Енеңізді алып тастағанда оның артынан кім шығады, кәнекей? Сізді дәл қазір кімге ренжіп жүрсіз? Әкем шықты, жеңгемнің артынан анам, молодец, Фариза, красотка. Тәтем шықты, молодец. Күйеуіңіз ренжіп жүр. Ренжіс болмаса теспейміз, қыздар. Сағынаева Әсел, теспейміз, пока расслабимся. Пока нормально. Оянбаған дүние болуы мүмкін. Қараңыздар, көп адамдар реніш жоқ дейді. Көп қыздар тұрмысқа шыққаннан кейін оянады олар. Пока оянбаса теспейміз, иә? Папам, класстастарым. Күйеуімді алып тастасам, көкем шықты. Красотка, Айка, молодец. Мен істей алдым, папам. Таныс қыздың артынан досым, молодец, мінекей.
әкемнің інісі шықты. Таппай отырдым, бірақ ренжимін, надо найти. Туған апам, ешкім шықпады. Қайнапамды алып тастадым, өгей әпкем шықты, үнемі ұрсатын, красотка. Молодец, Аймұратова. Тәтем артынан анам, қайнағам артынан ағам шықты. Бала кезде дос қызым цепочкамды ұрлаған, кейін жеңгем досым болып алтындарын ұрлап. Мінекей, қыздар, қазіргіні ойласам да өткендегі адам қатар келді, о бастан дұрыс па дейді. Может быть, иә, ол адам сіздің бала кезіңізде де өміріңізде болған болса, может быть. Келінімді алып тастасам, жездем марқұм шықты. Молодец, Күлжан апай. Күшті. Жолдасымның артынан әкем шықты. Красотка. Қазір енді осыны алып тастаймыз. Күйеуді алып тастаймыз. Оның артында тағы біреу бар. Тағы біреу бар. Ищем. Дилбар ханым, давайте, тоқтамай іздейміз. Ага. Енемнің артынан анам. Молодец. В основном, бала кезде өзінің анасына көп ренжіген қыздар енесімен дұрыс қарым-қатынасқа түсе алмай жатады. Түсіндіңіздер ғой, иә? Екі адам шықты, молодец. Күйеуімнің баласының артынан ағам шықты. Так, енді қараңыздар. Біздің негізгі көпшілігіміздің мақсатымыз ақша табу. Ақша. Барлығымыз ақшаға байланғанбыз, өмірдің мән мағынасын ақшаға қойып тастағанбыз. Енді қараңыздар. Ақшаны біз ыдыстан алмаймыз. Ақшаны біз кітаптың ішінен алып шықпаймыз. Ақшаны бізге адамдар әкеледі, клиент әкеледі, адам әкеледі. Енді қараңыздар. Сіз мына реніш техникасын 100% меңгеріп алатын болсаңыз, сіз ақшаның астында қаласыз. Денежный поток моментально ашылып кетеді. Мендегі результаттар ол Қайшаның результаты болсын, Назираның результаты болсын, Назымның результаты болсын, қазіргі миллионер қыздардың қай-қайсысын алып қарасақ та, реніш кеткен сайын поток просто өсіп бара жатыр. Денежный поток ашылып жатыр. Ренжулі адам, қорқынышы көп адам, ол жалдамалы пәтерде өсіп жылап отыра береді. Не істеймін деп отыра береді. Іші толған, абай айтқан ғой, ішім толған у мен өрт дегендей, іші толған негатив болып қалады. Енді қазір сіздерге тағы бір методика, осы ренішке байланысты айтамын. Осыны жасаған кезде, бүгін тағы да тұзды суға шомыласыздар, жасаған кезде сіздің бойыңыз жеп-жеңіл болып кету керек. Кешегі қорқыныш жеңіл ғой, бұл одан да жеңіл болу керек. Түсінесіздер ма? Көп адамдарға ештеңкесіне түспей жатқан адамдар бар екен. Енді қараңыздар. Сізді ренжіткен адамдарды елестетіңіз. 10 болса 10, 20 болса 20 ренжіткен адамдарыңыздың, қараңыздар. Бала кезіңіздегі әкеңіздің інісі, келініңіз, қазіргі ініңіз, неважно, бүкіл ренжіткен адамдарды көз алдыңызға елестетіңіз. Мүмкін ол 20-30 шығар. Енді мына жерде айтып жатыр ғой, маған 12 адам шықты, 20 адам шықты дегендер. Ақшасы мүлде жоқ адамдар, гарантия беремін. Ақшасы мүлде жоқ. Ақшамен проблемасы болып жүрген, ананы істесе де банкрот болады, мынаны істесе де банкрот болып жүрген адамдар. Өйткені реніш көбейген сайын поток жабылып қалады. Давайте көз алдымызға бәрін елестетеміз. Бәрін көз алдыларыңызға елестетіңіздер. Мен айтқан сөзді дауыстап қайталайсыздар. Ең бірінші қолда любой сүлгін алсаңыз болады. Сүлгіні, немесе салфетка болса, салфетка алыңыз, кофта болса, кофта алыңыз, орамал болса, орамал, важно, не важно. Мынандай бір нені алыңыз. Бір затты алып алыңыз қолыңызға. Мыжғылауға ыңғайлы болсын. Бүкіл реніштің артында, достар, агрессия бар. Если осы техниканы грамотно, сауатты жасасаңыздар, баланы ұру, бірдеңені лақтырып жіберу, қайта-қайта жындана берем деген нәрсе намного басылады. Қыздар, намного басылады. Өзім осыналар, апайлар бәрін жасаңыздар, қолыңызға бір затты алыңыз. Ренжіткен адамдар, күйеуіңіз бар ма, әкеңіз бар ма, тетяңыз бар ма, не важно, бәрін көз алдыңызға елестетіңіз де айтыңыз. Мен сендерге ренжідім. Бір адам болсын, саған ренжідім. Сол кезде мына тісіңіз қатты напряжение болады. Қолыңыз ренжідім. Көз алдымызға елестетейік, анау сізді ұрған, анау сізді мазақтаған, анау сізді қорлаған, анау сізді жылатқан. Ну-ка, давайте шығарамыз. Кәнекей, шығарамыз бүкіл агрессияны, шығарамыз. Күйеуінің артынан әпкем шықты, молодец. Күйеуіңізді әпкеңізді елестетіңіз. Бүкіл адамдарды елестетеміз. Мен жылап отырдым, молодец, это тоже выход. Я человек позитивный, ешкімге ренжімейді екенмін. Если кто-то обижает, на берегу высказываю, и все, дейді, молодец. Давайте. Сіз 5000 теңге деп айтсаңыз, мен ыңғайсыздан кетемін. Ыңғайсызламаңыз, қуаныңыздар. Это ваш поток. Папам нағашы шықты. Давайте.
мен саған ренжідім, тиіскендер бар ма, жаңағы шешіндірген адамдар болуы мүмкін, өте нәрсе болады, неважно, давайте шығарамыз. Мен саған ренжідім, сен мені ұрдың, сен маған тиістің, сен жаман адамсың, мен қатты ренжідім, шығарамыз, кәдімгі қатты шығарамыз, жаман адамсың. Ешкімді таппасақ, ешкімге тиіспейміз, просто қарап отырамыз спокойно. Давайте шығарамыз, қыздар, давайте шығарамыз. Все, болдық. Енді агрессия кетті, жындандық, шығарамыз. Енді терең демалыңыздар. Жылап отырғанда, жыламай отырғанда, өзіңіз құшақтаңыз, өзіңіз құшақтаңыз. Менің айтқан сөзімді дауыстап қайталаңыздар. Мен қандай бақыттымын. Мен қандай бақыттымын. Менің денім сау, басым аман, жолым болғыш. Дауыстап айтыңыздар. Мен қандай бақыттымын. Мен барлық қиындықтан лайықты түрде өттім. Сол үшін қуаныштымын. Менің басым аман, денім сау. Енді мені тек қана бақытты күндер күтеді. Егер тамағыңызда, денеңізде ыңғайсыз болса, алып тастайсыз қолыңызды. Кешегідей алып тастаймыз. Алып тастаймыз. Өзіңізді құшақтаңыз, ұстаңыз, айтыңыз. Мен енді адамдардың бәрін жақсы көруге тырысамын. Жақсы көрем демейміз, өйткені жақсы көрмеуіміз де мүмкін, қолымыздан келмеуі мүмкін. Мен адамдардың бәрін жақсы көруге тырысамын. Ренжіткен адамның бәрі көз алдыларыңызда тұр, бүкіл агрессияны шығарыңыздар. Өте маңызды сәт, дауыстап тұрып айтыңыздар. Мен сендерді кешірдім. Мен сендерді кешірдім. Мен сендерді кешірдім. Мен үлкен адаммын. Мен баяғы жылап жүретін кезеңнен өтіп кеттім. Барлықтарыңнан кешірім сұраймын. Барлықтарыңнан кешірім сұраймын. Қандай бақыттымын, қайталаймыз. Мен қандай бақыттымын. Мен қандай бақыттымын.